өзіңді куәсің. Иә. 11-ші жылым екен. Айтыстың спонсоры меценат. Аманбек Ермегайыппен Жақсы Арсеновті ертіп, Түркияға апарамыз бұл айтыс деп, министр Құлмұхаммедтің алдына бардық. Құлмұхаммед алдымызға жайып салды, міне, Назарбаевтың нұсқауы жатыр, айтыс тоқтатыңдар деп. Қалай барасыңдар Түркияға деп. Кәдімгідей көрдіңіздер ме? Иә. Одан да өттік. Бірақ қамқорлық жасағандар аз болған жоқ. Иә. Баяғыда жекпе-жек айтыс деген болды ма? Иә. Соны ашайын деп кімге Дариға Назарбаеваға бардым, хабар агенттігінің төрағасы еді. Сөз жоқ, аша бер деді. Бірақ мынаған тиіспесең болды деді. Мынау түсінікті қой. Әкесін айтып отыр. Қайдан тиіспейді. Ринаттар үш қыздың тағдырынан гөрі бізге үш қыздың болашағы қиын болып тұр деп беріледі. Бірақ Дариға мықты екен, ешқандай